Ан-Ниса сүресі 1-5 аяттар. Мейірімді де рахымды есіммен Алланың. Уа иман келтірген жандар, сендерді бір жаннан жаратып, одан жұбайын жаратқан, ол екеуінен көптеген ерлер мен әйелдерді таратқан, Раббыларының қаһарын тоғыздан қорқыңдар. Алладан қорқыңдар, өйткені сендер бір-бірлеріңнің алдындағы туған туыстық қарым-қатынастарыңды соның атымен талап етесіңдер. Ақиқатына келер болсақ, сендер әрдайым Алланың бақылауындасыңдар. Жетімдердің мал-мүліктерін өздеріне беріңдер. Олардың жақсы дүние мүліктерін сапасыз нәрселермен алмастырмаңдар. Және де оларға тиісті қазына мүліктерді өз дүниелеріңе қосып алып, жұмсап жібермеңдер. Өйткені бұл дегенің өте зор күнә. Егерде өз қамқорлығын алып асырап отырған жетім қыздарға әділетсіздік жасап қоямау деп сақтансаңдар, өздеріңе ұнаған әйелдердің 2-ін, 3-еуін, тіпті 4-еуін алуларыңа да болады. Ал егерде алған әйелдерді тең ұстай алмайтындарыңды сезсеңдер, бір әйелмен немесе өз қол астыларындағы күндермен шектелсеңдер де жеткілікті. Бұл ұстаным сендерді әділетсіздік жасаудан сақтайды. Алған әйелдеріңе шын көңілден неке сый беріңдер. Егерде олар ризашылық танытып, өздеріне берілген сыйдың бір бөлігін сендерге қайтып беріп жатса, онда оны алыңдар да өз игіліктеріңе еркін пайдаланыңдар. Жетім қалған жас балаларды асырап бағуды Алла сендерге аманат етсе, ақыл естері жетілгенше олардың дүние байлықтарын қолдарына бермеңдер. Сол дүниеден олардың ішер тамағы мен киім-кешегіне қаржы бөліп, көңілдерін өсіретін жақсы сөздер айтыңдар.